Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шоколадный крем дайындайтын боламыз. Бұл кремді қандай тортқа қолдансаңыздар да бір күн бұрын дайындап аласыздар, өйткені бұл бір күн тоңазытқышта тұру керек. Кемінде 5-6 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Бұл үшін 400 грамм сливкемізді алып, шоколад еритіндей сәл жылытып аламыз, қатты қыздырып жібермейміз. Жылытып алдық, енді бұған 300 грамм шоколад қосамыз. Мен таразымен өлшеп салам, егер де сіздерде таразы болмаса, плиточный шоколадтың сыртында грамм жазылады, соған қарап салсаңыздар болады. Осылай шоколадты салып, ерігенше араластырып аламыз. Шоколад еріді, сонда да толық еріген жоқ, сол себепті біз блендерлеп аламыз. Блендер болмаса миксерлейміз. Негізі бұны блендерлеу керек. Бір қалыпқа келгенше блендерлеп аламыз. Үй жағдайында миксерлей беруге болады. Міне бір қалыпқа келгенше миксерлеп алдық. Осылай толықтай шоколад пен сливки араласып кету керек. Енді 300 грамм творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікті аламыз. Оған 100 грамм сахарная пудра қосамыз, болмаса үйдегі қантты қоса берсек болады. Бір қалыпқа келгенше жақсылап миксерлейміз. Творожный сыр қаттылау болғандықтан миксерлеу сәл қиын болады. Миксерлеп алдық, енді бұған шоколад сливкемізді құйып, бұны да жақсылап миксерлеп аламыз. Бір қалыпқа келгенше миксерлеп алдық, енді бұның бетін жауып, бір күнге тоңазытқышқа жібереміз. Міне тоңазытқышта бір күн тұрған кремімізді алып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай осылай болып шығады. Байқағандарыңыздай қою болып тұр. Осылай қою болу керек. Енді бұны миксерлеп аламыз. Не осылай қалыпқа келгенше миксерлеуіміз керек. Бұл кремімізді енді кондитерский мешогымызға салып, кез келген тортымызға осылай қолдана берсек болады. Ақпарат пайдалы болған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.